балам келіп отыра ғой. Мен жылқының қақтарын дайындап жатырмын. Үзеңгі, ауызды, ертоқымды. Ал балам, мынау ертоқым деп айтылады. Ертоқым деп айтылады. Ертоқым, мынау үзеңгі деп айтылады. Ертоқымды қашан салатын болсаң, үзеңгісі үстіне қойып саласың. Ертоқым салатының алдында, бірінші мына бір тоқымды жейсің жылқыға. Одан кейін екінші тоқым, одан кейін ерді салып, тақымын тақысып жасап байлайсың. Құлап қалмау үшін. Бұл тоқым қайын ағашынан дайындалады, таза былғарыдан жасалады, әсем тастармен безендіріледі. Және де ауыздық деп айтылады балам. Ауыздық жылқыға мінген кезде жылқыны басқару үшін, және де жылқыны басқару үшін қамшы да керек. Қамшы да керек. Қамшы жылқыны басқару керек саған. Кесте тігіп жатырмын қызым. Осылай моншақпен кесте тігеміз. Моншақпен жұмыс жасау арқылы біз әдемілеп осылай камзолдардың алдына моншақтап, осылай кәжекейлердің алдын әсемдеп тігуге болады. Осындай тақияларды әшекейлеуге болады. Мінекей, осындай білезік, алқа, сырға жасауға болады. Осындайдан моншақ тігу арқылы адамда төзімділік, сұлулыққа құштарлық барлығы қалыптасады. Инемен жұмыс жасағанда біз инені ар жаққа тастамаймыз. Инені ауызға салуға болмайды. Моншақты шашылып кетпес үшін осындай ыдыста немесе осындай қиылған матаның үстінде сақтаған жөн. Немесе осындай қалташада сақтаймыз. Міне бүгін мен сіңіліңе осындай әдемілеп кәжекейді моншақтап бердім.